Махамбеттің тағдыры қым-қиғаш жорықпен өз халқы үшін күңіренген күрес үстінде өтті. Bir жағынан оның өмірі өкінішке толы өмір. Көздеген мақсатына жете алмаған батыр өз ғұмырының бар болмысын кей-кейде былайша пайымдайды. Қапаландым, күйіндім, қорлықта жүрген халқыма теңдік алып бере алмай. Бытыраған халықтың басын қоссам деп едім, сонда мынау қазақ ешбір елге бағынбайтын болар еді. Байтақ ел, сол мұратым, сол тілегім болды тұл. Өкінумен, кіжінумен бар өмірім өтті құр. Ең болмаса, тасқа басқан жалғыз сөзім қалмады-ау. Қайран жырым, қырқылды ма қанатың? Қайда барып мұң шағамын, кімге айтамын ішке толған шерімді? Ей жаратқан, пендеңнің бұл тірлікте күңіренбеген күні жоқ. Көп арманның көкейдегі орындалған бірі жоқ. Баянсыз дүниенің бастан өтіп бара жатқанын, енді өзіне де зауал таянғанын сезген Махамбет, өттің дүние, өттің өмір деп осылайша зарланады. 1846 жылдың ескіше ақырап айында Қаройда болған қаралы оқиғаға дейін Махамбет Еділ жайық арасындағы ел жұртын бір сәтте есінен шығармады. Халық қамышын күрес рухы тұла бойында атойлап тұрды. Елім деп еңіреген асыл ерді қапияда, күз айының түнінде ұйықтап жатқанда мерт қылған 1846 жылы Баймағамбет сұлтанның ықылас бастаған қарақшы топ еді. Халық үшін өз өмірін қиған Махамбеттің есімі ел есінде мәңгі сақталып қалды. Туған елі оны ұмытпайды.